Сәлем асхана ханшайымдары. Бүгін сіздерге қоюлатылған сүт қосылған жаңғақтар жасауды үйретемін. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ол үшін бізге 450 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, 100 грамм қант ұнтағы, яғни 2 упаковка. 5 грамм разрыхлитель қажет болады. Ал енді осы құрғақ массаның барлығын жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ал енді бізге 200 грамм ерітілген май және 2 жұмыртқа қажет. Екеуін жақсылап араластырып құрғақ массаның үстіне құямыз. Сөйтіп, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығуы тиіс. Алдын ала қызып тұрған орешницаға осылай видеода көрсетілгендей майда-майда етіп бөлшекке бөлінген қамырды сол орешницаның көлеміне қарай ыңғайлап домалатып шығамыз. Сөйтіп әрқайсысын тез-тез пісіріп ала береміз. Яғни мына видеодан көріп тұрғандарыңыздай мен барлығын 8-8-ден бөліп дайындап алып отырмын. Жаңғақтарды орешницадан шығара салысымен қатты салқындап қалмай тұрып, жақсылап шеттерін пышақпен қырып, яғни орехтің формасына келтіру қажет. Егер сәл салқындап қалғаннан кейін, мына шетіндегі шығып кеткен қамырды кесіп алып тастау сәл қиын. Мына дайын орехтер үгітіліп, немесе сынып кетуі ықтимал. Жаңғақтардың барлығын пісіріп болсақ, жинауға кірісейік. Мен әдетте көріп тұрғандарыңыздай ДЭП компаниясының продукциясын қолданам. Әсіресе осы сгущенкалардың дәмі өзіме өте ұнайды. Сіздерге де, егер мүмкіндік болып жатса, сіздің қалаңызда осы ДЭП сгущенкасы бар болса, алып, осы орехқа дәл осы сгущенканы қосқан дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай сүп-сүйкімді әдемі орешек шықты, яғни жарты орех шықты. Өйткені менің
мультипекарімда орешницаның көлемі үлкен болғандықтан мен әдетте толықтай домалақ орех жасай бермеймін. Ал кейбір мультипекарларда мына орехтың көлемі кішілеу болғандықтан толық домалақ орех жасаса, ол жеуге де ыңғайлы. Ал менің өзімнің бақылауым бойынша дәл осы көлем менің мультипекарімнен шыққан орех үшін өте ыңғайлы екен. Сондықтан көбінесе мен осылай жартылай печенье, жартылай кәдімгі ірі орехтың өзін қойып жасағанды жөн санаймын. Тағы да бір айта кетерлігі, мен бұл орехтерді, яғни үлкен қонақтарға дайындағандықтан көлемін 2 есе көп етіп алдым. Егер сіз жай өзіңізге кешкі шайға отбасыңызбен отырып шай ішуге дайындаймын десеңіз, осы құрамды 2 есе азайтып жасасаңыз болады әрине. Бірақ бұл орехтан егер печенькалар қалып жатса, балалар өте жақсы көріп жеп қоятын болғандықтан мен осы үлкен құраммен жасай берем әдетте. Жасағанша осы орех қылып өзімізге шайға, ал қалғаны, яғни қолдан жасалған дәмді табиғи құрамдағы печеньяларды ары қарай балалар, қалғанын үйдегі балалар жеп қояды. Жоғарыда айтып кеткенімдей, сіз осылай жартылай етіп жасасаңыз да болады, немесе қалауыңызша, егер сізге ұнап жатса, толықтай домалақ орех етіп жасасаңыз болады. Ол үшін мына үлкен орехтерді, яғни грецкий орехты майдалап турап ішіне салып жібересіз. Өте дәмді, өте әдемі, өте сүйкімді орешкаларымыз дайын. Келе жатқан жаңа жылдық дастарханға осылай әдемілеп қойсаңыз, үйге келген қонақтарыңыз да, өздеріңіз де өте сүйсініп жейтіндеріңізге сенімім мол. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Бағана орехтерді дайын болғаннан кейін шетінде артық қамырларын қырып алып тастадық қой піскен. Сол құлқын болып қалғанды осылай әрлеуге пайдалануға да болады. Немесе жай үстіне сгущенканы қосып, егер жаңғақ қалып жатса жаңғақты қосып жіберіп, әдеттегідей муравейник тәттісін дайындап, тағы да бір десерт шығаруға болады.